Армысыздар, менің есімім Айсұлтан Мұхамедиұлы Жақыпов. Қазір Талғардағы оқиғаны бәріміз білеміз. Қарап отырмыз, күніне қандай жаңалық шығады деп уайымдап, немесе біреулер қызықтап, күнделікті соны ақтарып отырмыз, лентаны. Дәл осындай кейс Қарағандыда болған, ұқсас жақтары бар, ұқсамайтын да тұстары бар. Ұқсамайтын тұстары ол жерде мемлекет құрушы ұлт біз қазақтар, сосын келесі тарапта армяндар болды. Бұл Древний Рим оқиғасы 2000 жыл болды, 18-де ма? Ұмытып қалдым, жылын нақты ұмытып қалдым. Древний Рим деп интернеттен іздесеңіздер шығады. Сол оқиғаға жанама түрде қатысқан адамдардың бірі менмін. Оқиға кезіндегі видео таратып, сот барысында бір-екі ақпараттарды салып, 3-4 сотқа да қатыстым. Қайтыс болған баланың әкесі тарапында жүрдім мен. Ұқсас нәрселер. Жаңағы Древний Римда да қайтыс болған баланың әкесін қысым болды оғанда. Мысалы, мен қазір Шерзаттың әкесіне қысым болып жатыр деп айтпаймын, оған өте қатты қысым болып жатыр. Сол секілді Древний Рим оқиғасында Бақытжан ағайға да қысым болды. Бұл жерде жаппай адамдарды митингке шақырып жатқан ешкім жоқ. Бақытжанның әкесі де сол кезде айтты. Бақытжан әкесі деп, Бақытжан ағамыз да айтты сол кезде, митинг керек жоқ, анау-мынау деп. Ол дұрыс, қан төгілмеу керек, әрі қарай беспредел болып кетпесін деген әңгімелер ғой. Бірақ Қарағандыда үлкен митинг болды. Бұл жерде Шерзаттың әкесі Қаржаубай ағамыз да митинг керек жоқ деп айтып жатыр. Ол дұрыс, жалпы дұрыс, заң үстемдік құратын мемлекетте митингсіз барлығы әділ түрде шешілу керек. Бұл ұқсас жақтарын айтып жатырмын. Егер де дәл осы жерде қазақ пен қазақ емес, тағы бір басқа бір этностың оқиғасы болса, дәл Қарағандыдағыдай оқиға қайталанатын еді. Қарағандыда, мысалы үшін, адамдар көшеге массова шығып, митинг болып, армяндар, басқалар 1-2 ай Қарағандыда жоқ болып кетті, бизнестерін тастап. Ұқсас дейтінім осы. Ұқсамайтын жақтарын енді жаңа айттық қой, қазақ пен басқа ұлттың арасындағы деп, бұл жерде қазақ пен қазақ болып тұр. Енді ұқсайтын жағын тағы айтайын, бұл жерде бір манипуляциялар болады. Оны мемлекет жасайды. Сол жерде бір мемлекет болмаса да сол рычагтары бар, мемлекеттің белгілі бір дәрежедегі рычагын ұстап отырған, белгілі бір органдарда істейтін адамдардың рычагы болады. Солар соны халықтың ойын бұрып жіберу үшін соны қосады. Менің өзім өкінетін өмірімде, мысалы үшін, қайтыс болып бара жатып, өкінетін бір 3 ісіңді айтшы, немесе 1 ісіңді айтшы десе, айтатын оқиғам осы Древний Рим кезінде фотоға түсуім. Ол қалай болды? Мысалы, білген жоқпыз. Баланың жамбасы жерге тиіп, жерленіп, жылап болғаннан кейін екі тарапты Қарағандыдағы Домдуржуа дейді, достық үйінде кездестірді. Армяндар тарапынан жаңағы Нарек Гурурян деген ол кезде ұсталған жоқ, қашып жүрді Арменияда. Пышақтаған баланың жаңағы әкесі, атасы дегендей біраз сондай үлкендері келді. 3-4 жаңағы армян тарапынан 3-4 адам, сосын армяндар диаспорасының сол Қарағандыдағы сол басшылық жағынан бір адам келді. Біздің жақтан қайтыс болған баланың әкесі Бақытжан аға, мен бармын, тағы Жексен Абдрахманов ағамыз бар, Айтқожа ағамыз бар дегендей біраз адамдар болдық тоже. Келіссөзге әкелді. Онан кейін бізді шығарып жіберді де, екі жақтың әкесі мен екі жақтың әкелері қалды. Бір-бірінен не сұрайды, не талап етеді, ол біз білмейміз. Ол әңгіменің шындығы. Олар өздері жеке бір бөлмеде талқылады. Енді менің өкінетін нәрсем сол, осы талқылау, осы кездесуден кейін бізді сыртқа шығарды да, давай мына фотоға түсейік, мына халық улап шулап жатыр, митинг болып жатыр, арты қан төгіліп кетуі мүмкін деп, мына жақтан фотоға түсірмек болды. Мен сырт кішкене шетте қарай тұрғам. Сосын сол кезде сол фотоға түстім, ақыры түстім. Шеткерек тұрғам, бірақ айттым, мына жерде, Айсұлтан кесейші, мына жерде қайтыс болған баланың әкесі тұр, екінші жаңағы қылмыс жасаған тарап барлығы тұр, міне барлығы тұр, кел түсейік деп фотоға түстік. Содан біз үйге жеткенге шейін ана фото уже
бұны мен білмеймін, бір күшті құрылым ба, біреулер таратып жүрді, фотоны таратып жүрді, фотоның астына екі жақ келісімге келді, бір бөлмелі үй алатын болды дегендей өтірік ақпаратпен кетті. Содан жұрттың пікірі екінші жаққа ауып кетті. Міне қайтыс болған баланың әкесі бір бөлмелі үй алыпты, анау мынау деп. Көрдіңіздер ме, ол теріс ақпараттың сол кезде. Бірақ ол біреулерге тиімді болды. Аудиторияға манипуляция жасап, сол ойды талқылап кетті. Жұрттың бәрі одан кейін қайтыс болған баланың әкесіне жаңағы боқ жағып дейді ғой қазақша айтқанда. Ой, баласын бір комнаталы үйге сатып жүрді. Анау негізі ол кісі сатқан жоқ. Ол жерде кездесуде бір комнаталы үй туралы әңгіме болған жоқ. Армяндар тарапы бір комнаталы үй берген де жоқ ол кезде. Кейін ұзақ сот процесі болды, соның бәріне қатыстық қой. Оны бірақ уже ешкімге дәлелдей алмайсың. Ол кісілер өзі көп балалы отбасы ретінде үйдің кезегінде тұрған, 3 бөлмелі ме, 4 бөлмелі ме үй алды. Бірақ оны мемлекет берді, армяндар берген жоқ. Оны кейін алды. Сол білмеймін, бір айдан кейін ба, бірақ армяндардың қатысы жоқ, армяндармен ұзақ сот болды. Міне, осындай манипуляцияны біреулер жасайды. Адамдардың ойы бөлініп кетеді. Мына жерде де Қаржаубай ағамыздың отбасына енді Алла сабыр берсін. Осындай ойындар жасалып жатыр. Қаржаубай ағаның пышақ ұстап жүргені, жаңағы сондай керексіз кадрлар, біреулерге керекті кадрлар ғой, толығымен шығармайды олар өйткені. Сондай кадрлар қазір әлеуметтік желіні кезіп жүр. Бір жағынан айтарым, сенің дүкеніңе бизнесіңді тонаймыз деп жатса, тартып аламыз деп жатса, бір налог саламыз деп жатса, бала шағаңа тиісіп жатса, өздері де пышақпен бірдеңемен келіп жатса, сен лом на лом дейді ғой. Сен не істейсің оған? Гүл бересің ба оған? Бір букет гүлмен шығасың ба? Әлде анау пышақ ұстаса сен қасық ұстайсың ба? Жоқ, қолында бар қаруды ол да алды. Азамат, жігіт өзінің отбасын қорғау керек, өзінің бала шағасын қорғау керек. Пышаққа пышақ алып шықты негізі. Сол кадрлар ғана жүр. Негізі бұл дұрыс емес. Қазір іс мүлдем дұрыс емес жаққа бағытта жұмыс істеп жатыр. Түптің түбінде әділ шешім болса болып қалар, бірақ дәл қазір дұрыс емес бағытта жұмыс істеп жатқан бір компания бар. Өздері үшін дұрыс, Қаржаубай аға үшін дұрыс емес.